Мужики. Кім ол? Кімге жібереміз? Қашекелерге. Дос болар ма? Не деп айтайын? Брат, айтшы, интервью берші. Сен былай түсірсеші ар жағынан. Ар жағынан түсір. Сен былай айналдырып түсірсеші. Не уже, все уже. Қабырғадан қар жауса Қазақстан Республикасының сардарлары мен сарбарлары төтеп бере ала ма? Шығысымызда аспан астелі Қытай мемлекеті жатса, батысымызда аюдай күшті Рация Федерациясы жатыр. Өткен жылдың 2 желтоқсанда елбасымыз 52 мемлекеттің басын елордасы астанамызда біріктірді. Бұл нені білдіреді? Тізесінен түктіріп келатқан Қазақстан қарулы күштеріне үлкен сын. Ұланғайыр даланы ата-бабамыз Ақбілектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған. Өсер елдің ұлы мінезі қызы өнерлі келеді дейді. Қабырғадан қар жауған күні Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне қарайтын 42-062 әскери бөлімінің сардарлары мен сарбарлары немен шұғылдануда. Кімге өнеге береміз, кімнен өнеге аламыз? Бұл жайында арнайы КТК-дан мен Кенжебай Жасұлан, Нартай Аралбайұлы, Сергей Светков, киелі Тараздан.